Жақында менің оқырманымнан 3 айдан бері жалақымды ала алмай отырмын. Банк толыққанды ұстап отыр. Бұл заңды ма деген сұрақ келген екен. Бұл жерде менде міндетті түрде керісінше сұрақ туындайды. 3 айдан бері сіз не істеп отырсыз, қайда қарап отырсыз, қалай өмір сүріп жатсыз деген сияқты. Сондықтан да шотыңыз арестке түсіп қалған кезде, именно жалақы алатын, зарплата алатын, сол кезде не істеу керек екенін мен сіздерге қазір айтамын. Ең біріншіден, сіздің шотыңыз арестке түсіп қалған кезде жалақы алатын, сіз міндетті түрде выпискадан қарайсыз. Кім арест қойды? Банк немесе жеке сот орындаушы. Екеуіне де сіз жаңағыдай арыз жазасыз. Бұл шот мен зарплата аламын, сондықтан да аресті толыққанды шешіңіз деген арыз жазасыз. Егер зарплатаңыздың 50% ұстап қалған болса, онда да арыз жазып 50% қайтаруды сұрайсыз. Неге? Өйткені бұл заңсыз. Әрине бұл шот басынан бастап специальный шот болып ашылмағаннан кейін кім көрінген сіздің шотыңызға арест қояды, және де ақшаны толыққанды ішінде алып қояды. Өйткені бұны зарплатаға арналған шот екенін ешкім көрмейді. Өйткені специальный шот емес, текущий шот. Сондықтан да банкке жеке сот орындаушыға арыз жазып, бұл шоттан аресті алып тастайсыз. Одан кейін жеке сот орындаушы тек қана екі құжаттың негізінде соттың шешімі немесе исполнительный надпись негізінде жұмыс істегендіктен жеке сот орындаушы ары қарай сіздің жұмыс берушіңізге мына кісінің жалақысының 50%-ын ұстап қалыңыз деген қаулы жібереді. Ондай қаулы жоқ болатын болса, жібермейтін болса, сіздің жалақыңыздан ұстап қалуға ешкімнің де құқығы жоқ. Банкте өз тарапынан сіздің жалақыңыздың 50 немесе 100%-ын ұстай алмайды. Банкке жаңағыдай сотқа бару керек, немесе нотариусқа барып, екі құжаттың біреуін шығартып, жеке сот орындаушыға жіберу арқылы ғана сіздің зарплатаңыздан ұстай алады. Ал өз бетінше банк сіздің жалақы алатын шотыңызға арест қойып, оны 100% немесе 50%-ын ала алмайды. Бұл заңсыз болып табылады. Бірақ сіз өзіңіздің арызыңызда осының барын толыққанды келтіріп айтып жазуыңыз керек. Егер де банк, жеке сот орындаушы сіздің айтқан жаңағы ұсынысыңызды, сұранысыңызды қабылдамайтын болса, қанағаттандырмайтын болса, ары қарай бұл мәселені тек сіз сот арқылы ғана шеше аласыз. Басқа ешқандай жол жоқ. Сондықтан да менің парақшама жазылып қойыңыздар. Бұл жерде жалпы несиеге қатысты, заңға қатысты ақпарат өте көп.